Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге ең керемет, ең дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі дәл қазір осында хит болып жатқан пирогтардың барлығының рецептісін мен YouTube каналыма шығаратын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен ұнымызға осылай разрыхлительді қосып аламыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен өткізіп аламыз. Одан кейін осылай жақсылап араластырып, үстінен майымызды салып, жақсылап тұрып қолымызбен араластыратын боламыз. Май қатты болғандықтан осылай пышақпен өтіп алсаңыздар болады, немесе терканың көмегімен өткізіп шықсаңыздар болады. Бөлме температурасындағы майды қолдансаңыздар да болады. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, екі қолыммен осылай жақсылап тұрып, барлығын біркелкі болғанша араластырып шықтым. Он мен майды араластырғандағы ұнымыздың түрі осындай болып шығады. Енді бөлек ыдысқа қант, жұмыртқа және де сметана осылай барлығын жақсылап тұрып бөлек ыдыста араластырып аламыз. Одан кейін оны ұнымызға қосып, жақсылап тұрып қамырды илейміз. Осындай біркелкі сұйық масса болып шығатын болады. Енді осы сұйық массамызды ұнымызға құйып, қамырды илейміз. Бастапқыда осылай мен вилканың көмегімен жақсылап араластырып алдым, кейіннен барып қолмен жақсылап қамырды иледім. Қамырды илеп болдым. Қамыр өте қолға жағымды болып шығады, қолға жабыспайды. Енді оны осылай пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте ішіне салатын салмамыз дайындаймыз. Творогқа осылай крахмал саламыз, қант саламыз, және де жұмыртқа, және де сметананы салып, жақсылап тұрып, вилкамен немесе блендермен араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болып шықты. Осылай сұйық болады. Қорықпаңыздар, ол өзі қататын болады. Ішінде крахмал болғандықтан келесі кезекте осылай ыдысымызға қалыпқа пергамент қағазын орналастырып аламыз. Қамырымызды бірі үлкен, бірі кішкентай етіп екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін қалыптың астыңғы жағына осылай орналастырамыз, ал жіңішке бөлігін бетін әсемдеуге жұмсайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп қамырды орналастырып аламыз. Одан кейін осылай вилкамен аздап басып шығамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне осылай салмамызды салып, үстіне осылай кішкентай қамырмен узорлар жасап, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне осындай өте қарапайым узор жасадым. Қамырлардың барлығын жіңішке етіп осылай кесіп алып, дәл видеодағыдай етіп беттеріне осылай орналастырып шықтым. Сіздер дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл пирог өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Және де YouTube арнама ұмытпай тіркеліп қойыңыздар. Осы видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, пирог осындай болып шықты. Өте дәмді, өте жұп-жұмсақ. Дәл осы рецептпен жасауды ұмытпаңыздар, және де менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Бұдан да басқа қызықты видеолар бар. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.